саламатсыздар ме? Біздің сервис арқылы аммиак селитрасына тапсырыс беру үшін kan.көрсету.kz публик товар сілтемесі бойынша өту қажет. Ол сізді басты бетке алып келеді. Бұл жерде сіз аммиак селитра жайлы ақпаратпен танысып, тапсырыс беруге өтіңіз болады. Ол үшін купить батырмасын басамыз. Ашылған бетте товар жайлы ақпаратты көріп, оның бағасын, 1 тонна үшін бағасын көре аласыз. Үшінші колонкада сізге керекті тонна көлемін жазамыз. Мысалға, бүгін бізге 2,5 тонна қажет. Ол үшін 2,5 деп жазып, сол жерде оның толықтай сомасын, субсидияның сомасын және фермер төлейтін сомасын байқай аламыз. Келесіде бізге төменде керекті қаптаманы таңдаймыз. Ол 50 килограмм, 500 не болмаса 1 тонна. Оның төменде керекті отгрузканың датасын таңдаймыз. Оны толтырып, далее батырмасын басамыз. Содан соң келесі бетте бізге қажетті жеткізу тәсілін таңдаймыз. Ол ЖД станция арқылы, не болмаса қойма арқылы. Мысалға, бүгін біз қойманы таңдаймыз. Түркістан облысындағы Қызылсай қоймасы. Оны таңдаған соң далее батырмасын басамыз. Келесі бетте біз өзіміз жайлы ақпарат толтырамыз. Біріншіден, ол біздің телефон номеріміз. Ол номерге WhatsApp қосылған және келісім шартқа ECP арқылы қол қоятын болғандықтан, ECP-мен байланысы бар номерді жазамыз. Келесіден өзіміздің поштамыз жазамыз, мекен жайымызды және банктегі жеке шот номерін толтырамыз. Оның төменде өзіміздің банкымызды тауып, оны белгілейміз. Мысалға, Каспий банк. Толтырып болған соң далее батырмасын басамыз. Келесі бетте келісім шарттың алдын ала түрмен танысамыз. Бұл жерде өзіміздің белгілеген 2,5 тонна, оның бағасы, көлемі және алдында толтырған өзіміздің реквизиттарымызды көре аламыз. Телефон номеріміз, поштамыз, мекен жайымыз. Қарап болған соң, далее батырмасын басып, енді ECP арқылы қол қою парақшасына өтеміз. Бұл жерде сіз компьютер арқылы қол қоя аласыз, егер сізде компьютеріңізде ECP болса, не болмаса экрандағы QR-кодты сканерлеп, телефоныңыздағы eGov Mobile приложениесі арқылы қол қоюға болады. Біз компьютерден тапсырып беріп жатқандықтан, бүгін компьютеріміздегі ECP арқылы қол қоямыз. Өз паролімізді енгізіп, өзіміз таңдап қол қоямыз. Қол қойғаннан кейін создать заказ батырмасын басу қажет болады. Ашылған бетте біздің берген тапсырысымыз сәтті өткен туралы хабарламаны көріп, сіз белгілеген номеріңізге керекті ақпарат келетіні туралы хаттама шығады. Осымен біздің тапсырысымыз тіркелді. Сізге WhatsApp-қа уведомление келіп, жақын арада сізбен менеджер байланысады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.